Сәлем баршаңызға. Бүгін сіздермен мен, Қаламқас, үй жағдайында сметаник пирогын сіздермен бірге жасайтын боламын. Бір жасағаннан өте керемет болып шығатын сметаник пирогымыз. Өте дәмі ерекше, керемет сметаник пирогымыз. Ал ендеше біз бастаймыз. Алдымен құрғақ ыдысымызға ұнымызды електен өткізіп илеп аламыз. Сосын сармайымызды саламыз. Сармайымызды салып болған соң, сармайымыз үй температурасында болу керек. Сармайымызды салып, ұнымыз бен сармайымызды үгітіп аламыз. Жақсылап бір келкі масса болғанша ұнымыз бен сармайымыз үгітіп аламыз. Сосын разрыхителімізді саламыз. Бір жұмыртқамызды салып, кішкене қантымызды қосып, жақсылап жұмсақ қылып қамырымызды илейтін боламыз. Өте нәзік, өте керемет қамыр болып шығады. Бұны енді қамырымызды тындырып қоямыз. Сосын таза құрғақ ыдысымызға қаймағымызды саламыз. Жақсылап 20% қаймақ істетсеңіздер болады қаймағымыз. Сосын 2 жұмыртқа саламыз қаймақтың үстінен. 2 жұмыртқаны салып, қантымызды саламыз. Қантымызды салып, венчиктің көмегімен жайлап бір келкі масса болғанша араластырып шығамыз. Өте керемет болып шығады. Жақсылап араластырып алдық. Міне мынандай масса болды. Енді бағанағы формамызды сармайымызбен майлап аламыз. Сонда пирогымыз өте оңай алынады. Бағана тындырып қойған қамырымызды алып, формамызға жайлап жайғастырып аламыз. Бір тегіс етіп жайып, шеттеріне ботиктерін шығарып, сосын бағанағы қаймағымызды салып, қаймақты жақсылап салып, бетін тегіс етіп, қаймағымызды тегістеп шығамыз. Сосын пешімізге 180 градуста жарты сағатқа қойып қоямыз. Міне пирогымыз пісіп шықты жарты сағатта. Өте нәзік, өте керемет болып шығады. Бір жасағаннан шығады. Бұны салқындатып, 2-3 сағатқа салқындатып қойсаңыздар, кескен кезде өте әдемі ыстықтай кеспеңіздер, мороженое сияқты болады. Өте керемет шығады. Мына іші таза піседі. Жұмсақ, әрі аузыңызға салғанда ерейді.